Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қатпарлы самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа суымызды құямыз. Одан кейін 2 жұмыртқа, аздап тұз салып, жақсылап араластырып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Неғұрлым жұмыртқа көп қосқан сайын, біздің самсамызда соғұрлым қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Қамырымызды илеп болған соң пакетке салып, 30 минуттай қойып қоямыз. Әзірге қамырымыз дайын болғанша, ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Мен салмаға пияз, картоп, тартылған сиыр етін қосатын боламын. Пияз бен картопты 4 бұрышты етіп тураймын. Картоп өз қалауыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Одан кейін дәміне қарай аздап тұз, аздап қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын, енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды өте қатты жұқа, өте қалың етпей, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Алдын ала 72% сары майымызды отқа қойып ерітіп, сосын барып қамырдың ортасына жағатын боламыз. Міндетті түрде 72 немесе 82% сары май болғаны дұрыс. Қамырдың шетінен бастап жағып, жайлап ораймыз. Орап болған соң, ұшынан соңына дейін қолмен қысып, артық ауасын шығаратын боламыз. Содан соң қамырды орташа бөліктерге бөлеміз. Осы бөліктерді қолымызбен аздап жайып, ыдысқа салып, 10-15 минуттай бетін жауып, демалдыратын боламыз. Одан соң алып, аздап ұн сеуіп, шетінен ғана оқтаумен басып, жаямыз. Сосын ішіне салмасын салып, 3 бұрышты етіп бүгіп, бетіне жұмыртқа жағып, күнжітпен әсемдеп, алдын ала қызған духовкада 250 градуста 15-20 минут қызғанша пісіріп аламыз. Сіздер мен Айданка Серікбаева міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.